Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай жеңіл салат дайындайтын боламыз. Достар, менің каналымда үнемі папа рецепттер болады, сондықтан міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Бізге қажетті ингредиенттер: салат жапырағы, қияр, черри помидоры, моцарелла осындай кішкене дөңгелек шариктері, лимон шырыны, горчица, зәйтүн майы және тұз. Ең алдымен осылай салат жапырағын қолмен үзіп шығатын боламыз. Қиярымызды және черри помидорын осылай видеодағыдай турап аламыз. Салатымыз одан әрі дәмді болу үшін 2 ас қасық зәйтүн майына, горчица және 2 ас қасық лимон шырынын, тұз барлығын араластырып, салатымыздың үстіне құйып шығатын боламыз. Салатымызды тарелкаға орналастырғаннан кейін әдемілік үшін ақ немесе қара кунжут пайдалана берсеңіздер болады. Барлықтарыңызға ас болсын көрермендер. Менің каналыма тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.